Биыл алтын адамның ашылғанына 50 жыл толып отыр. Бұл тарихи ескерткішті зерттеген сайын жаңа жаңалықтар табылуда. Бәрі зерттелген, сипатталған, дәлелденген сияқты. Бірақ 4000 алтыннан жасалған заттардың әрқайсысы әлі күнге дейін ұлы сақтардың тарихының, мәдениетінің, дүние танымының, философиясы мен тіпті жазуының құпияларын жасырып тұрған секілді. Алтынның жылтырағаны жақсы ғой әрине, бірақ мұнда алтыннан да бағалы дүние бар. Ол күміс кеседегі жазу. Есік қорғанынан осы күнге дейін ашылмаған 26 жазбадан тұратын күміс тостаған табылған. Мұқият талдау көрсеткенде, тостағандағы 2 жолдан тұратын жазбада 25 немесе 26 таңба бар. Олардың ішінен 16-17 түрлі таңба анықталды. Бұл жазулар әліпби сауатының болуын куәландырады. Жазу мәдениетінің болғанынан сақ қоғамы өте жақсы дамыған деп айтуға негіз бар. Мемлекеттілік, басқару формасы осыдан шыққандығы сөзсіз. Біздің елімізді 1917 жылға дейін сауатсыз болған деп айтады ғой. Алайда, осыдан 2500 жыл бұрын ата-бабамыз әліпби жазбасын меңгерген. Демек, әліпби сауаттылығы жазу мәдениеті болғаны ақиқат. Жақында бүкіл ғылыми әлем күміс тостағандағы жазуды оқудың тағы бір нұсқасын тапты. Бұл Әзірбайжан зерттеушісі Заур Гасановқа тиесілі. Ол алтын адаммен бірге қорғаннан табылған күміс тостағандағы мәтінге қатысты өзінің нұсқасын ұсынды. 4 бұл сыңғылы ыр, 300 ыр анта ычыр. Бұл бұлайша оқылады. Дүниенің 4 бұрышын сыңлы жырлайды. 300 қауымдас ант береді. Геродот бұл дәстүрді скифтер қауымның ант беруі деп сипаттайды. Олар тостаққа қан құйып, шараппен араластырған. Оған қаруды батырады. Сосын ант беріп, сол қан араласқан шарапты ішкен. Есік жазбаларында кездесетін сыңлы сөзінің найза немесе қару деген мағынасы бар. Бұл лауазымның баламасы Қытай деректерінде кездеседі. Онда ғұндардың Чингилу деген қылыш болған деп жазылған. Қытай деректеріне сүйенсек, ғұндар императоры дәл осы Чингилу қылышын тұлпардың қаны мен шарап араласқан тұнбаға батырып ішіп, өз одақтастарымен бірге ант берген. Чингилу мен сыңлы екеуі де қарудың бір түрі. Қылыш та, найза да осы. Бұл өте маңызды дерек. Ол алтын адам лауазымымен байланысты болуы әбден мүмкін. Бір кездері алтын адамның жерлеу бөлмесін безендірген заттардың орналасуын, темір қылыш пен күміс тостағанның қалдықтарын мұқият зерттей келе, зерттеушілер ғылымда алғаш рет сақ жауынгер патшасының келбетін жасап шықты. Мүмкін алтын жауынгер жоғарғы әскери топтың өкілі ретінде
қанымен одақтық ант бере тұрып, осы тостағаннан дәстүрлі сусынды ішкен болуы мүмкін. Біз үшін Кемел Ақышевтың осы жазбаны табуы маңызды. Осылайша ол бүкіл дүние жүзіне сақ мәдениетін, сақтардың кім екенін танытты. Жетісу сақтарының әлеуметтік тарихи деңгейін зерттеуге соны леп қосқан есік қорғаннан табылған кешендер. Кемел Ақышев. Кемел аға алтын адамға арнаған кітабында былай деп жазған: алтын жылы металл. Оның құрамында күннің жылуы мен қуаты бар. Алтын киім бұл күн киімі, бұл күн. Күн құдай болған. Бір ғалымның күн құдай болғанда деген кітабы бар ғой, Мысыр туралы. Менің ойымша, сақтардың да құдайы күн болған. Геродот та сақтар барлық құдайлардың ішінде күнге табынған деп жазған болатын. Кемел Ақышев Египет үшін Тутанхамон қабірінің қазынасынан табылған құндылық сияқты есіктен табылған материалдар қазіргі қазақстандық ғылым үшін аса маңызды құндылық екен тұжырымдады. Сақ жауынгерінің қалдықтары ежелгі әлем мифологиясының діни мағынасын жеткізген. Таңғаларлық жайт, дегенмен есік жауынгерінің сақиналарының бірінде үндіні еске түсіретін қызықты сурет бар. Ғалымдар бұл ежелгі көшпелілердің Митра құдайының бет бейнесі деп санайды. Өткізілген сараптама алтыннан жасалған зергерлік бұйымның біраз уақыт табылғанын, тіпті жөндеу көргенін анықтай отырып, сақинаның отбасылық мұра екенін көрсетті. Есік көсемінің әшекейлері ішінде бұғы бейнесі көп. Ол үлкен тармақты мүйізі, қанаты немесе грифон басты, аяқтары бүгілген бұғы түріндегі белбеу. Осы бейненің танымалдылығына қатысты тұжырымдар әр алуан. Ең қарапайымы бұл аң аулайтын олжа немесе құрбандыққа шалынған аң. Күнді тәңір санаған, орталық ғалам болмысы және оның жердегі бейнесі алтын бұғы. Әлемдік құрылғының басқа жүйесі өмір ағашы болып көрінді, ал оның символы бұғының тармақты мүйізі. Кемел Ақышев біздің дәуіріміздің 4 ғасырынан 2 ғасырына дейінгі аралығындағы қаңлы мемлекеті негізінің тұрғындарының жәдігерлерін археологиялық және тарихи мәдени реконструкциялаудың басында тұрғаны даусыз. Сақтар оның реконструкциясы алтын адам. Оғыз қыпшақ жауынгері. Барлық авторлық жобалар қазіргі таңда еліміздің музейлерінде сақтаулы. Авторлар қатарында Кемел Ақышев бар. Ол тек ғалым ретінде емес, Қазақстанның ежелгі тайпаларының тарихи мәдени мұрасын насихаттаушы ретінде еңбек етті. Қазақстанның астанасы Нұр-Сұлтан ежелгі сақ мәдениетінің бейнелерімен толықтырылған. Бұл әсіресе биіктен қарағанда анық көрінеді. Елорданың заманауи архитектурасынан осынау жаңа архитектураны икемділігімен және сәнділігімен ерекшелендіріп тұрған аң стилін байқауға болады. Алтын адамның салтанатты киімін безендірген ежелгі өнердің нақыштары еліміздің мемлекеттік рәміздеріне енді. Бүгінгі таңда алтын адам Қазақстан ұлттық музейінің орталық залынан ойып орын алған. Мұражайдың мыңдаған қонақтары ұлы даланың 1000 жылдық құпияларын қолмен ұстап, көзбен көре алады. В 2005 году Алтын адамды алғаш рет 2005 жылы Ақышта өткен көрмеге қатыстырдық. Ол көрмеге әрбір елдің тарихи жауынгерлер қойылды. Көрмеге келушілердің басым бөлігі алтын адамды айналшықтап шықпай қойды. Өйткені өзге елдердің жауынгері жай металдан, темірден жасалған екен. Бәрі алтын адамның көркіне тамсанды. Осындай құнды жәдігеріміз бар, қандай бақытты халықпыз десеңізші.
счастливый народ, что Мұндай имеет жәдігер уникальный артефакт. ешбір халықта жоқ. Вообще Және такого ең бастысы, артефакта нету. шетелдік көрермендер емес, біздің қазақстандықтардың өз тарихына көзқарасы өзгеріп, терең бағалай бастады. Егер бұрын алтын адамға қазба жұмысынан табылған жәдігер деп жай қараған болса, қазір алтын адамның ұрпағы екендігін мақтанышпен Все айта говорят, алады. что мы потомки Золотого воина. Қазақстанның ұлттық музейінде қойылған алтын адам экспозициясы осы күнге дейін Ресей, Беларусь, Малайзия, Македония, Польша, Қытай, Әзірбайжан, Оңтүстік Корея және Өзбекстан қалаларының көрмелеріне қойылды. Барлық мемлекетте алтын адам көрерменнің ерекше қызығушылығына ие болды. Көрменің көптеген келушілері бұрынғы белгісіз шеберлердің қайталанбас туындысы мен қолөнеріне ерекше таң қалды. Алтын адамның әлем мұражайларына шеруі, халықаралық саяхаты жалғасуда. Қазіргі таңда бүкіл ғаламшардың ұлы даланың тарихымен және мәдениетімен танысуға мүмкіндігі бар. Қазақстан жері өзінің құпияларын адал сақтайды. Соңғы уақытта ғана құпияларымен жомарттықпен бөлседі. Кемел Ақышев үлкен археологиялық мектеп құрды, және оның ізбасарлары, студенттері соңғы 3-10 жылдықта әлемді қайталанбас олжалармен таң қалдырды. Қазақстан ұлттық мұражайы жыл сайын археологтардың жаңа олжалармен толықтырылуда. Ұлттық мұражайдың экспозицияларына Тақсай, Батыс Қазақстан облысы, Талды 2, Қарағанды облысы және Берел, Шығыс Қазақстан облысы сақ қорғандарынан алынған ерекше археологиялық жәдігерлер қойылған. Мир меняется, отношения. Әлем өзгереді, байланыс өзгереді. Қазақстан мен Қазақстан халқын әлем мойындайды. Мұнда қаншама алтын адамдар табылып жатыр. Керемет мәдени мұралар табылуда. Осынау тарихи жаңалықтардың басында Кемел Ақышев тұрғанын атап өткеніміз орынды. Кемаль Акишевич поддерживал. Ол қолдады, дамытты, еңбек сіңірді. Біз сол кісінің мектебінен өттік. Его шинели, можно сказать. Первый золотой Бірінші алтын адам алғашқы жаңалық болып қала береді. Ол одновременно жолашар болған сыңайлы. дорогу. Вот Коране Құран Фатиха сүресінен басталады. Бұл бастауы. первый, так сказать, Міне алғашқы алтын адам қазақ археологтарына жол ашты. Скифтік анимализмге тән элементтер мыңдаған жылдардан кейін монументалды мүсін өнерінде қолданылып келеді. Мысал Алматыдағы тәуелсіздік монументінде барыс мүсінінде ұшып бара жатқан алтын жауынгердің бейнесі. Алтын адам мүсінінің эстетикалық ерекшелігі сақ дәуірінің рухын пластикалық тілде беруінде. Қанатты барыс сақ ханзадасының бас киімінен ұшып шыққан сияқты. Онда қанатты барыстардың мүсіндері аң стилінде таралған билік бейнесі бар. Алтын адамның қимылсыз бейнесі бәрібір қозғалыста секілді. Оның барлық тізбегі аңның ұшуына бағынған. Ал бүйір жағынан қарағанда ол сәулелі доғаға ұқсайды. 1969 жылы Алматы облысындағы Есік қорғанының қазба жұмыстары кезінде табылған алтын жауынгер біздің заманымыздың беделді археологиялық жаңалықтарына жол ашты. 2010 жылы Есік мемлекеттік музей қорығы құрылды. Ол Алматы облысының Есік қаласына, Есік қорғанының қазба орнында орналасқан.
основными темами изучения и деятельности музея является, конечно, сакская, скифо-сакская так называемая культура и непосредственно... Музей қызметі мен зерттеудің негізгі тақырыптары скиф сақ мәдениеті және де алтын адам. 2011 жылдан бастап музей жыл сайын археологиялық қазба жұмыстарын жүргізеді. Соның нәтижесінде музей жәдігерлерінің саны артуда. Бұған қоса, музей 3 жылдан бері Рахат деген қаланы зерттей бастады. Сол жерде түркі кезеңінің бірнеше қорымы табылды. Бекен Нұрмағамбетовтің тұжырымы бойынша, бұл жерде сақ тайпасының ірі қаласының орны болуы тиіс. Енді соны дәлелдеу біздің басты мақсатымыз. По утверждению Бекената, возможно, там находилось даже целое городище сакское, но это нам предстоит только доказать. Я уверен, что археология Казахстана... Қазақстан археологиясының келешегі өте зор. Мен оған сенемін. Себебі табылған жәдігерлеріміз тек қызығушылық тудырып қана қоймай, уақыттың тарихи ағымын түбегейлі өзгертуде. Батыс Қазақстаннан Тақсай жауынгерінің қорымы, сосын жуырда Зайсан маңынан алтын жауынгер табылды. Егер де біз алтын адамның тұрғын үйін тапсақ, ұлы даланың тарихы жаңа мәнге ие болуы бек мүмкін. История Великой Степи будет писаться совсем другими буквами. 1997 жылы Астананы Алматыдан Целиноградқа ауыстыру туралы шешім қабылданды. Кемел Ақышев Қазақстанның орталық аймақтарының тарихын зерттеуге кірісті. Ежелгі Бозоқ қаласы оның келесі жаңалығына айналды. Ақышев аспирантурада оқып жүрген кезінде Есіл өзенде ежелгі қаланың орны бар деген дерек тапқан. Тіпті Марғұланның өзі бір мақаласында Есілде Бозоқ қаласы бар екенін жазып өткен. Сосын 1998 жылы күзде біз оны кездейсоқ таптық. Сол кезде ол қала орталығының 5-7 шақырымдық жерде. Ми батпақ арасында көне қаланың орны бар екені анықталды. Ежелгі қаланың қирандылары әдеттегі дала келбетін көрсетеді. Аласа 1 метрге дейін жер біліктерін төртбұрышты формадағы тегіс жерлер қоршаған және 30 гектар алаңда орналасқан. Ежелгі Бозоқ қаласы жекелеген 3 топтан тұрады. Орталық, солтүстік, оңтүстік. Қаланың орталық бөлігін шаршыға ұқсас 3 жақын құрылыс құрап тұр. Оны археологтар квартал деп атайды. Кварталдар бір-бірімен қиылысады. Бірақ әрқайсының өз іргесі, өз қоршауы бар. Қаланың орталық бөлігінде 3 кварталдың түйіскен жерінде батыстан шығысқа қарай созылған 5 бұрышты формадағы алаң көтерілген. Бұл қаланың діни орталығы болып саналады. Бозоқ қаласының іргетасын 8 ғасырда ежелгі түркілер қалаған. Қазіргі есеппен оған 1200 жыл толып отыр. Ол көлемі жағынан шағындау, оның қалдықтары өзеннің шығыс жағалауында жатыр. Бастапқыда Ақышев ескерткішті өзеннің атауымен Бұзық деп атаған. Дегенмен 2003 жылы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев кездесу барысында елбасы қала атауының этимологиясын зерттеуді тапсырды. Содан бастап бұл қала Боз-Оқ атына еленді. Яғни ақшыл жебе. Міне осылайша ол Қазақстан мен Еуразия кеңістігінің археологиялық және ғылыми кеңістігіне енді. Бозоққа қатысты оның дамуын 3 кезеңге бөліп қарастырады. Біріншісі, 8-10 ғасырларда бұл ежелгі қыпшақтардың бекініс қаласы, әскери мекені болған. Кейінірек бұл жер олардың билеушісінің резиденциясына айналған болуы мүмкін. Археологтар тапқан 16-дан аса радио көміртекті тексеру нәтижесінде бұл жердің 1200 жыл бұрын Батыс түрік қағанаты дәуірінде пайда болғаны расталып отыр. Екінші кезең 13-14 ғасырлар. Моңғол шапқыншылығы басталған кезде қала бос қалған, жағдай өзгерген. Қираған Бозоқ мұсылмандық қорым ретінде қолданыла бастаған. Үшінші кезең Алтын Орда дәуірі уақытын қамтиды және жаңа кезеңге дейін жалғасады. Ежелгі қаланың үйінділері
діни орталық мәртебесін алған және ақсүйектерді жерлеу орнына айналған. Археологтар қабірлердің бірінен 1321 жылы шығарылған күміс монета табылғанын айтады. Бүгінгі таңда оның тек қала емес, киелі діни орталық екені мәлім болып отыр. Ол ежелгі түркілер дәуірінде діни орталық ретінде пайда болған. Сосын Қыпшақ дәуірінде 10-12 ғасырларда үлкен аумақты суландыру жүйесі құрылып, үлкен үйлер салынған. Қазақстан аумағы Алтын Орда құрамына енген кезеңнен бері мұнда күйдірілген кірпіштен мұсылман кесенелері тұрғызыла бастаған. Қазақстанның далалы бөлігіндегі орта ғасырлық қалалардан тек қана Орал қаласы түбіндегі Жайық пен Бозоққа қазба жұмыстары жүргізілді. Ежелгі Бозоқ қаласының ең танымал олжасы маржан таққан әйел. Қазба жұмыстарына қатысқан студенттер оны Інжу деп атады. Інжу жерленген табыттан қола айна, былғары, сөмке табылған. Ежелгі Бозоқ қаласын зерттеу арқылы ғалымдар аймақтың 1000 жылдан астам үздіксіз тарихын реконструкциялауға мүмкіндік алды. Солтүстік және орталық Қазақстаннан мұндай ескерткіш кешендерін сирек кездестіреміз. Дәлірек айтсақ, Бозоқ сияқты басқа кешен бұл өңірден әлі табылған жоқ. Қазіргі таңда Нұрсұлтан тарихы үшін бұл қала айтулы датаны көрсетіп тұрғандығымен ерекшеленеді. Бұл дата осыдан 1200 жыл бұрын ежелгі түркілер есілдің жоғарғы ағысын жаулап алып, өздері тұратын аймақтардың негізін қалаған. Кемел Ақышев археология ғылымын таңдап, оған саналы ғұмырын арнады. 56 жыл бойы жас сайын жолға шығатын. Оның жасаған еңбегі орасан. Ол жоғары білікті археологтар ұжымын қалыптастырды. Ежелгі тарих туралы барлық ғылым саласына қажетті мамандар тәрбиеледі. Кемел Ақышев ғылымның қалыптасу дәуірінде, яғни тұлғадан ұйымдастырушылық қабілеттің болуын, келешекті болжайтын, идеялары көп, оларды жүзеге асыра алатын қабілетті болуын талап ететін дәуірде туған энциклопедист ғалымдар қатарында. Дүниетанымының кеңдігі, түрлі табиғи ландшафты және тарихи мәдени аймақтардың ескерткіштерін жетік білуінің нәтижесінде Кемел Ақышев Қазақстанның археологиялық қызметінің ұйымдастырушысы ретінде кеңінен танылды. Ол монография, оқу құралдары, брошюралар мен ғылыми мақалалар ретіндегі 200-ден аса ғылыми еңбектің авторы. Оның басым бөлігі шет тіліне аударылған. Қазіргі уақытта Кемел Ақышевті Қазақстан археологиясының атасы және негізін қалаушы деп нық сеніммен айтуға болады. Ал оның өмірбаяны, ол қазақстандық археологияның өмірбаяны.